осылайша патша ұйықтап жатқан кезде олар түн ішінде кіріп келіп, жаңағы Асвад әл-Анси деген жалған пайғамбарды Алланың елшісінің бұйрығын орындап не қылған екен? Өлтірген екен. Берекелі отбасыдан шыққан ізгі жан Файруз әт-Дәйләми деген кісі Асвад Ансидің жанын алды деп, бір күн бұрын түндегі болған оқиғаны, сол жанын алған кездегі оқиғаны уахи арқылы Жәбірайыл алейхиссалам білдірген екен. Бұл жалған пайғамбарлық қияметке дейін жалғасып шыға береді екен. Ол құтты шаңырақтан шыққан берекелі ізгі жан ғой депті сүйікті пайғамбарымыз. Кімге айтып жатыр екен? Ізгі жанның бірі бұл басына бақ қонған сахаба, көпшілік оны біле бермейтін Файруз әт-Дәйләми деген кісі екен. Өмір баянын бірге тыңдасақ. Файруз әт-Дәйләми деген кісі йемендік сахабалардан. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауырып қалды дегенде бүкіл әлемге хабары таралып, сол Йемен жақтан жалған пайғамбар шығып, Асвад Анси деген кісі жалған пайғамбар шыққанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұйрығын орындап, елді, жұртты адасушылықтан құтқарған, басына бақ қонған сахабаның бірі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінің соңғы жағында анау соңғы қоштасу құтбасын айтқан қажылықтан келгеннен кейін ауырып қалған екен. Адамгершіліктің, ізгіліктің қыбласы, ардақты елші сүйікті пайғамбарымыз ауырып қалып, хабары бүкіл әлемге тараған кезде дін дұшпандары, адамгершіліктен жұрдай айырылған кісілер бұл уақыттан пайдаланып қалып, адамдарды азғыруға қарай күш жұмсаған екен. Соның бірі Асвад әл-Анси, екіншісі Мусайламатул Каззаб, үшіншісі Талха Асади деген кісі. Міне осы үш кісі үш жақтан шығып, жалған пайғамбар болып, мен де пайғамбармын деп шыға келген адамдар екен. Ардақты елші сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әлі көзі тірі кезінде осындай жан түршігісіз бір жайттың орын алуы, ел халықтың енді есін жиып, ізгіліктің жолын енді тауып атқан кезде, жүректеріне иманның нұры жарқырап атқан кезде, өмірлерін ізгілікке бастаған кезде, бұндай бір адасушылыққа жол бергісі келмеген сүйікті пайғамбарымыз жан жаққа хат жазған екен. Осы болып жатқан жайттан, осындай азғындықтан, адасушылықтан ел жұртты құтқарыңдар деп хат жазған екен. Сол бұйрықтың бірін сүйікті пайғамбарымыздың хатын оқыған әлгі Файруз әт-Дәйләми деген бақытты жан қасқағым сәтке болмасын, дінімді ешқашан күмәнданбаған едім. Иманға келгеннен кейін, исламды танығаннан кейін, Аллаға ешқашан да қарсы болмаған едім. Яғни, Аллах Тағаланы танығаннан кейін оған күпірлік танытпаған едім. Ендеше менің басыма осындай бақ қонып, сүйікті пайғамбарымыздың бұйрығы келіп, қолыма хат болып тікелей жетіп атқан кезде, мен қалайша орнымда емін еркін отырайын. Бұған мен барымды салуым керек қой деп, сол кезде жанын салып, міне осы жалған пайғамбарды, адамдарды одан құтқаруға қарай жанын салып, міне амал жасаған екен. Негізі Асвад әл-Анси деген кісі анау сол Йеменде патша болып жүрген
Бәзан атты кісіні өлтірген болатын. Патшалы. Өзінің дене бітімінің күшінен пайдаланып, сөздеріндегі өткірлік, сиқырлы сөздерменен адамдарды алдап, сондай адамдардың арасында сенімділікпен өзінің бетін көрсетпестен бір ізгі жан сияқты қылып алдап, сенімдеріне кіріп алып, патшаға қарсы адамдарды үгіттеп қолдауға, өзін қолдауға шақырады. Сөйтетті патшаны өлтіретті, дереу өзі патшалыққа өтіп алады. Сол Бәзан деген кісінің әйелін өзіне жарғылып алады зорлықпен. Әбәт деген әйелді. Ол әйел осы Файруз әт-Дәйләми деген біздің басына бақ қонған сахабаның көкесінің қызы екен. Ендеше Файруз әт-Дәйләми келіп, жан досына келіп хабарды білдіреді. Екі адам болады. Бұл Асвад әл-Анси патшалыққа отырғаннан кейін аскерлерімен біршама жерге дейін өзінің территориясын кеңейтіп, шабуылдар жасап, сөйтіп жүргенде өзінің қолбасшысына қарсы жаман ойда болып, оны өлтірмекші болатынын сезіп қойған мынау Файруз әт-Дәйләми келіп сол қолбасшыға сүйікті пайғамбарымыздың хатын көрсетеді. Біз осындай адамның қол астында жүрміз қазір. Біз бұдан тез құтылуымыз керек. Ел халықты құтқаруымыз керек, имандылыққа баулдыруымыз керек деп оны шақырады. Әлгі қолбасшы да сезгендей, өзінің өліміне қарсы әрекетін сезгендей, мен де осы кісіні сондай деп білетін едім. Бірталай уақыттан бері мен қасында жүрмін ғой. Білемін, ол Құдайды танымайды. Ол азғын, ол сондай надан адамдардың қанын ішетін қаншер, ол түр әлпетін әлі көрсетпей жүр. Шынайы түрін мен білемін деп сөйтіп Файруз әт-Дәйләмимен болысқан екен. Ендеше қалай қыламыз, не істейміз дегенде, бұлар үшеу болып, жаңағы өзінің көкесінің қызы болған, жаңағы Асвад әл-Анси зорлап өзіне әйел қылған бұрынғы патшаның, Бәзанның несіне әйелге барады. Әйеліне барады. Сонда оған да жайттың бәрін білдіреді. Сүйікті пайғамбарымыздың хатын оған да көрсетеді. Ол сенерін де білмей, сенбесін де білмей, бірақ бір жағынан ағайындық, туыстық қарым-қатынасы менен сенім білдіріп, менен не істеуімді қалайсыздар? Оған қарсы тұрайын десем, менде күш жоқ қой дейді. Жоқ, бізге тек есіктерді ашып берсең, бізге мүмкіндік жасап берсең болғаны дейді. Онда былай қылыңыздар дейді. Ақылдаса отырып, біз болатын бөлменің бұрышы жары тонау жақта болады деп, жаңағы болатын жағын көрсетіп, сарайдың қай жерінде орналасқанын көрсетіп, сол жердегі күзетшілерді түнде немесе келетін уақытта, бұлар шабуыл жасайтын кезде, соларды жайлап алысқа бұйрық беріп, сәл не істетпей қоятын бір мүмкіндіктер жасайын дейді. Сіздер келіп, сол жарды тесіп, ішке кіріп келіңдер дейді. Ол кісілер ақылдаса келе, бұл мүмкін емес дейді. Неге? Себебі жарды ол кезде сарайдың да қатты қалыңдықта болатындығы анық. Ол дүркірлетіп, жаңағы тасты ұруменен болмайды дейді. Онда не істейміз дегенде, әлгі әйел сенімді түрде бір қызметшіні маған берсеңіз, мен үйді, бөлмені тазалайтындай қылып, оны келіп, жаңағы жарды не істейміз? Құлайтындай деңгейде жұп-жұқа қылып қалдырып, іштен қазып дайындап қоямыз дейді. Сіз сырттан құлатып кіре қоясыздар дейді. Жақсы деп келісіп,
Осылайша патша ұйықтап жатқан кезде олар түн ішінде кіріп келіп, жаңағы Асвад әл-Анси деген жалған пайғамбарды Алланың елшісінің бұйрығын орындап, не қылған екен? Өлтірген екен. Енді бұл сүйінші хабарды тонау биікке шығып, халыққа жеткізейін десе, Файруз ат-Тайлами бұны ең жақсы Алланың ұлық сөздерімен болған азанмен жеткізген екен. Азан шақырған екен. Барлығы ел халық таң қалған. Қалай болып жатыр деп, аскерлер атамыз деп бұйрық беріп жатса, сол кезде жайлап жалған пайғамбардың Асвад әл-Ансидің басын көрсеткен екен. Осылайша сүйікті пайғамбарымызға хат жазған екен. Уа Алланың елшісі, ел халықты имандылықтан, ізгіліктен жұрдай айыратын бұл қаншерден құтқардық, сіздің бұйрығыңызды орындадық деп хат жазып, қуанышын бөліскенде, әлгі хат сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға барғанда, ол Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден қоштасып кеткен екен. Алайда бір күн бұрын берекелі отбасыдан шыққан ізгі жан Файруз ат-Тайлами деген кісі Асвад Ансидің жанын алды деп, бір күн бұрын түндегі болған оқиғаны, сол жанын алған кездегі оқиғаны уахи арқылы Жәбірайыл алейхиссалам білдірген екен, сүйікті пайғамбарымыз да сол жердегі сахабаларына баяндаған екен. Міне, құрметті жамағат, ардақты елші сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінің соңына бір күн қалғанда ар жақтағы болған жайтты айтып беруі, бұл мұғжиза ғой. Бұл хақ екендігін білдіретін пайғамбарымыздың Алланың шынайы сүйікті құлы екендігін, соңғы пайғамбар екендігін білдіреді ғой. Ал енді бұл жалған пайғамбарлық қияметке дейін жалғасып шыға береді екен. Әр заманда, әр елде болып қалады екен. Сіз бен біздің міндетіміз тура жолымыздан адаспай, ұрпақтарымызға имандылықты, ізгілікті үйретіп, осыған енді ұрпақтарымызға соңғы пайғамбар кім деген сұрақты да қосқанымыз жөн болар. Осылайша соңғы пайғамбар кім дегенде Мұхаммад Расулулла, Алла елшісі Мұхаммед пайғамбар ғой деп үйретейік, құрметті ағайын. Осылайша біздер мүмкін олардың құлақтарына құю арқылы саналарына, мынау көкейлеріндегі түйсіктеріне жеткізіп, сөйтіп оларды жалған адасушылардан алып қалатын боламыз. Кем дегендегі біздің қазіргі таңда істей алатын амалымыз осы болар. Алла сізден және баршамыздан разы болсын. Алла Тағала ізгілікте, жақсылықта жанымызды әрқашанда озат қылсын. Жақсылардың қатарында болуымызды Алла нәсіп етсін. Ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил